Біреу болды, екеу болған емес. Баяғы заманда бір диханның 3 торпағы болыпты. Қара, қоңыр және ала. Торпақтары өсіп, бұқаларға айналады. Сонда олар ойлайды: егер біз қожайынымызда қалсақ, ол бізге бұқау салады. Сонда біз өле-өлгенше жер жыртып, ауыр заттарды көтереміз. Одан да орманға қашып кетейік. Онда біз әрі еркіндікте боламыз, қарнымыз тойып жүреді. Олар қожайыннан орманға қашып кетеді. Бірақ бостандықтарына көп қуанбайды. Оларға 10 арыстан шабуыл жасайды. Бірақ бұқалар оларға беріспейді. Биік жерде бір-біріне арқаларын беріп тұрып алады да, мүйіздерін тосып тұрады. Арыстандар оларға жақындауға батылдары жетпейді. Сонда бір ақылды арыстан өзінің серіктеріне: біз мұнда онымыз бірдей есіне аш отырамыз. Сендер одан да аң аулауға барыңдар. Ал мен жалғыз өзім қалып, 3 бұқаның күшін сынайын. 9 арыстан өз жолмен кетеді де, ал 10-шы ақылдысы қалың шөптің арасында тығылып қалады. Бұқалар жайыла бастағанда, олар бұл арыстарға тап болып таң қалады. Сен бізді аңдып жатқан жоқсың ба, бейшара? Егер бізді 10 арыстан жең алмаса, бір арыстаннан қорқады деп ойлайсың ба? Маған аң аулаған қайда? Менің арыстан бауырларым мені өздерінен қуып жіберді. Олар маған: сен ең олақ, әрі әлсіз арыстансың дейді. Егер сендер менен жиіркенбесеңдер, мені өздеріңе алыңдар жа. Мен сендерге 4-ші ағайын болайын. Бұқалар бұған қуанып кетеді. Арыстан ағаң болған жақсы ғой. Олар арыстанмен ағайындасып, бұрынғыдан да жақсы тұрады. Енді олар бір-біріне жабыспай, кеңінен жайылады. Себебі оларды жауларынан арыстан ағасы қорғап жүреді ғой. Ал арыстан ағалары өз уақытын күтеді. Бір күні ол ала бұқаны қоңыр бұқаға келіп, алыста жайылып жүрген қара бұқаны көрсетеді. Бауырларым, қараңдаршы, қара бұқа қандай асқақ болып кеткен. Ол жалғыз өзі жайылып бізге мән бермейді. Оның жазасын беру керек сияқты. Сен дұрыс айтасың, арыстан аға. Қара бұқа бізді менсінбей кетті. Барып, оның жазасын бер. Деп келіседі бұқалар. Арыстан қара бұқаға шап беріп, оны жарып тастайды. Бірнеше күн өткен соң арыстан ала бұқаға келеді. Бауырым, анау қоңыр бұқаға қараш. Ол өзін тура қара бұқа сияқты ұстайды. Сенен озып кетеді. Ең жақсы шөпті жейді. Оның жазасын беру керек сияқты. Ол қоңыр бұқаны жеп қояды. Қарны ашқан соң ала бұқаға келіп: ал менің ақымақ бауырым, мұнда келе ғой. Мен сенің тәп-тәтті етіңді шанышқыға шанышайын. Сен мені жазалай алмайсың, бауырым. Мен барлық ережелерді сақтап жайылып жүрмін. Алдыға шықпаймын, және ағасы бауырын жейме екен. Ақымақсың сен, ақымақсың. Ет жейтін, шөп жейтіннің бауыры бола алам екен. Мен болсам аңдар патшасымын. Және арыстандар арасындағы үздік аңшымын. Сен менімен келісесің ғой. 10 арыстан істей алмағанды мен жалғыз істедім. 3 бұқаны жедім. Бірақ соңғы сөздерді ала бұқа естіген де жоқ.